Ассалаумағалейкум. Бүгін Қызылорда болса, Жаңақорған ауданы Жайылма ауылына келіп тұрып, бұл жердегі туындаған жер мәселесі қырқы бір жақ, қыңыры бір жақ. Бүгінгі күні мынау аудан аппараттарынан адамдар келіп тұр. Бұл ауылдың 200 гектар жер дауы. Осы Қызылорда болса, Жаңақорған ауданында бүгінгі күнге дейін 2008-ден бері мен қарап жалғасып келе жатқан дауға точкасын қоя алмаған, нүктесін қоя алмаған. Сондықтан мына қоғам белсенділері бізді шақырып тұр. Біз мына көрші облыста тұрсақ та, біздің осы әлеуметтік желіге салып, жанайқайымызды жеткізіп беріңіздер. Біз халықтың жанайқайын естідік, көрдік, тыңдадық, бірақ халықтың жанайқайы дұрыс. Халықтың жанайқайында президенттің жолдауы да бар да, 2022 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы бір адамға мыңдаған гектарлар кетіп жатқаны туралы нақты тие кесіп айтқан. Бұрынғы президенттің ағайындарының да жерін таулы аймақтардан қайтарып жатқан. Бірақ мына Қызылорда ол Жаңақорған ауданында бұл қайтпақ түгілі, сол күлшелі баланың күлшесіне қызығып жатыр ма? Бүгінгі күнге дейін әкімшіліктің тарапынан бір ескерту де беріліп, бір халыққа арендаға бердік дейді, басқа қылдық дейді, 400-500 мыңнан бергенді айтып отыр. Ол туралы да бір құзырлы органдардың тарапынан тоқтауы да болмаған туралы халық айтып отыр. Дұрыс па? Ал енді соған бізді шақырып отыр. Қазір аудан әкімшілігінен де келді. Біз енді ақпараттандырушымыз. Алайда бірақ халықтың жанайқайын біз мынау президент аппаратына, өкіметке, бас прокуратураға, Қызылорда облысының әкімшілігіне жеткіземіз сіздердің жанайқайларыңызды. Талап еткендеріңіз дұрыс. Бәріміз тең правалымыз, тең құқылымыз. Бір адамға ауылдың жартысын беріп, менің түсінігім бойынша сондай ғой енді. Шамалы арман бермен тараз кетсек ренжімесін. Ал 1500-1600 адам бар екен, қалғанына жартысы кетіп жатқанның өзі бүйірді күмән туындатады да. Осы туралы аудан әкімінің, ауыл әкімдері өздері түсініктерін берер сіздерге. Өздеріңіз де содан кейін шығып қандай жағдай болды, қалай болды айтам десеңіздер, или бірінші сіздер сөйлесін бе, мына халық сөйлесін бе бірінші, содан кейін жауап бересіздер ме? Халық жаңа енді барлығы айтылды ғой. Оған барлығы айтылды. Енді бір тоқтамға келу керек шығар арт жағында. Жоқ, біреу айтсын да, інім кіші шықшы. Жаңа інім, бір адам айтсын. мына өзіңді аты жөніңді, тұрғылықты жеріңді айт. Мен Бөкеев Төле би Жаңабайұлы, Жайылма ауылының тұрғынымын. Бұл жерде заңсыз әрекеттер туындағаны анық, оның бәрін дәлелдейміз. Барлығы жауап береді. Заң аясында бізге артық ештеңе керек жоқ. 200 гектар планировочный жер мемлекетке қайтуы тиіс. Ары қарай өзіміз шешеміз. Ол кімнен қайтуы керек? Сенім шаруа қожалығынан қайту керек. Ал сенім шаруа қожалығы неше жылдан бері ол жерді пайдаланып келе жатыр? 2009-дан бері пайдаланып келе жатыр ғой. Қандай мақсатта ол кісілер ол жерге қол жеткізді? Негізі бастапқы мақсаты бау-бақша болып алынған. Одан кейін ауыл шаруашылық, шаруа қожалық. Бұл жерде олар өрескел тәртіп бұзып тұр. Соны өрескел тәртіп бұзылғанын біле тұра аудан әкімі ары қарай сол жүрген. Значит, орада сыбайлас бірдеңе болды. Бұл жерде сіз айттыңыз ғой жаңа, мынау бір томатный паста шығарамыз деп, цех ашамыз деп, халықты жинап, бәрін бір кооперативке біріктірді деп. Мына кісінің сөйлесу керек та, мен ол басында жоқпын ғой. Ол кезде жоқ қой. Мен енді бір сұрақ қояйын. Ол құрылтайшылар жиналады, 15 жыл арендаға береді. 15 жыл аренда біткеннен кейін құрылтайшылар жоқ болып кетті. Қақта олар. Олардың шешімінсіз, бір қолынсыз, бір жиналыссыз созып жүреді ары қарай 2058-ге дейін. Бір сіз жауап бересіз ба соған? Бір микрофон. Тұра тұрыңыз, енді бірінші сұрақ осы. Сұрақ шешіп айтады Төле би. Осы сұрақ тұра тұр, осы сұрақ. Содан кейін ауыл әкімі 2024 жылы жердің бітетін уақытын біледі. Сөйтеді да ауданға хат жазады. Созбауыңызды өтінеміз, даулы жер деп. Ауылдың әкімінің аты жөні кім? Бөкеев Әлі би. Осы кісі жазады ауданға. Хаттамалар бәрі бар ғой. Сол жазады, бірақ ол сөзге елемей, ол сөзге қыстырмай былайша келгенде арғай дәліз сол жүреді. Орада заңсыз әрекеттер көп болып тұр ғой. Біздің талабымыз 200 гектар жерді мемлекетке қайтарсын. Орада сосын бір мәселе 2024-те сіз жаңа айтып жатыр ғой, сол кезде неғып жүрсіңдер, сол кезде неғып шықпайсыңдар деп. Шыққан ол кезде, барлығы шыққан, бірақ Талғадаға кел, мен енді ол жерде болған жоқпын, бірақ Талғадаға кел, шу шығармаңдар, бәрін майдан қыл суырғандай қылып, теңдей қылып бөліп берем деп уәде беріп кеткен. Сөйткен да ауданда адвокатқа звондаған, шамалы соза тұрайық, уақыт созылған, одан кейін сіздің Талғат ағаңыз кім болып істейді?
қазір ауыл шаруашылығының бастығы. Қайықта? Жаңақорған ауданы. Ал жаңағы бөліп берем деп жүрген кезде кім болып істеген? Ол кезде де сол ауыл шаруашылығының бастығы болған. Халықты Енді сабырға шақырып, бұл кісі неге сабырға шақырып, халықпен сөйлесіп, кеңеспейді бұл кісі? Кеше ана Қайсар деген баласы жаңа ауыл шаруашылығында жүр дейді. Значит, екеуі бірдеңе ойластырып жатыр. Былайша екен, оның бәрін факт дәлелдеп бере аламыз. Қызметкер болғаннан кейін, мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін, ол екі тараппен келісіп сөйлесу керек емес па? Жеке-жеке сөйлесуге болмайтын шығар. аты жөніңіз? Құрметті ағайын, Мәтенов Ғали, Жайлы осы ауылдың тұрғынымын. Мына даудың басталуы 2009-да біз өзіміз төрағалар Оспан Мұхтар деген кісіге басқаруға бергенбіз 15 жылға. Сосын 15 жылдан кейін тамат ашамыз деді, бізге түсіндіргені ол ашылмады, сөйтіп жүре бердік, бақшамен айналысып. Сол 15 жылға шыдамадық енді. Сөйтіп ауылда Зидалиев Талғат деген ініміз, ауылдың азаматы, ол кезде әкім тұғын, содан ауылдың әкім тұғын, соған барып біз мал шаруашылығына азық дайындайық, мал көбейіп жатыр, Құдайға шүкір. Мына жерімізді қайтарайық, ақыр жатыр ғой деген кезде, ойбай, мен осы бір жақсы жаңалық болып тұрып, ауданға бара жатырмын деді. Көтеріп жерге. Сосын барып, өзім шешіп берем деді. Өтіп болса, өз көзі тұрып. Сосын ойбай, онда шу шығарып не аламыз, біреумен ренжіп не аламыз, ағайын бір ауылда тұрғаннан кейін деп, үлкендер бізді басты, сосын біз қойдық. Ақсақалдардың сөзіне иелік. Содан барып алғаннан кейін құтты болсын орныңыз, міне бізге жерімізді береді, жақсы болды ғой деп бармаймыз ба? Ойбай деді. Енді шамалып қоядыңыздар, дау шығаруға болмайды. Мен жаңа келіп жатырмын. Ойбай, онда да күтіре тұрайық. Сөйтіп енді шыдамында шегі бар ғой. Ол 15 жылымыз жақындап қалды енді. Біразға алып берейді деп. Ойбай, оған да көндік. Момын адам не істемейді, диқаншылық ғой, бұның бәрі диқаншы. Сосын ол алып жатқан адамды ауылдың азаматы. Сонымен жоңышқа иеге бастады. Сөйтіп бір күн ол біздің жынымызға тиген, ол сатты. Біздің үлесіміз жеттіғын ол баста. 2007 жылға дейін налог төленген жер. Содан бардық дағына, төрағаларымызға бардық, қол қойып. Ой, асаңдаршы, береді ғой дейін. Бәрі өзіміз сияқты. Нақтылайық. Сонымен Төлеумбет деген әкім болды. Ол кісі біледі, қатты жазды бұл кісі. Неге келді? Інім әкім болды, ауылдың азаматы. Сосын бұл кісіге бардық. Қатты жазды, даулы жүрді, енді ары қарай созбай 28 апрельде бөліп берді. Мақұл. Осы әкім қай кезде жазды екен жаңа қатты? Бір ай бұрын. Неден бір ай бұрын? Солардың бір ай бұрын. Мерзімін айта саласыз ба? 2024 апрелі. Апрель айында аудан әкіміне хат тастадыңыз, даулы жер созбаңыз деп. Хаттамасы бар. Хаттамасы бар оның бар. Содан бардық ол кісіге. Содан мына кісі жаңағыдай шешіп берді, ой болды деді. Содан кейін Жеке қабылдауда да болды. кетіп қапты жаңағы ол кісі. Көтеріліп кеткен мәслихатқа хатшы болып ана кісі әкім. Сонымен мына Талғатқа бармаймыз, не болды? Ойбай, менің жұмысым жоқ. Ана әкімге бардыңдар деді. Міне, өтіп кетті. Сөйтіп біз жаңа сіз айтпақшы, Аңқаөлге Арамзан молда болып, біз тапсыретіміз жерсіз қалдық. Міне, сосын кейін ол жердің жаңағы мына азаматтардың бәрі 400-ден 600-ге дейін сатып алған. Біз сосын мен өзім ондай ақша болмады, мен сатып ала алмадым. Олар одан бөлек тағы да ақша шығарды, оны егу керек, басқа қылу керек. Сонда кешірім сұрайым. Жаңағы өздеріңіздің берген, үлеске берген жерлеріңізді өздеріңіз қайтып сатып алып отырсыздар ма? Иә, енді амал жоқ сатып алады ғой мал үшін. Жылына ма? Жоқ, 4 жылға берген ғой. 4 жылға неше төледіңіздер? Жылына төледіңіздер? Төлеген адамдар бар, қазір олар сөйлейді. 5 жылға 500-ден 4 жылға 500 теңге. Мен сатып ала алмадым, мен қаражатым болмады. Сол барлық шын енді мынау жаңа Қазақстан біз өркендеп өсіп келе жатырмыз. Мынау аймақ басшысы да өткенде жақсы көрсеткіш айтып жатыр. Ол кісі білмейді деп ойлап жатыр. Өйткені мына кісілердің жүгіргеніне қарағанда ол кісі білмейді. Именно сол кісіге жіберу керек деп ойлаймын осы. Нұрлыбекке, Машбекұлына. Қызылорда облысының әкімін айтып тұрсыз. Иә, сол кісіні айтып. Ол кісі біз біледі деп жүрміз ғой осы уақытқа дейін. Мына кісілерге сеніміміз ғой. Әкімге, мына кісіге отырған Зидалиев Талғат деген ауылдың азаматы. Ол кісіге арыз жазып тастадыңыздар ма?
арыз да жаздық, адвокат та жалдадық. Енді қоя тұрмен келедім, сосын мына көктемгершілікте дән себерге біз қазақтың ырымы бар, айқай шуды қоя тұрмыз. Биыл шыдамадық енді. Мынаны айта кету керек, құрметті Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы. Сізге жазылған арызды халық бармайды деп сенімді айтып отыр. Рас па қария? Неге барады? Рас па, бармайды. Енді мына жерде ол сіздің айналаңызда да коррупционный адамдар ма, сыбайлас па келген арыздарды халықтың жанайқайы сізге жеткізбей қайтаратын халық айтып отыр. Оған аса мән бөліп қарарсыз. Болды, рахмет. Басқа мына кеңес сіздерге. Қадірлі ағайын, енді барлығын тыңдадық қой, естідік. Жаңағыдай бірақ облыс әкіміне арыз жазылды. Сіз қай жаққа жазсаңыз да, қазір ақпараттық дамыған заман. Сізге бірден SMS келіп тұр. Сізге арызыңыз барған жөнінде, қабылданған жөнінде хат келеді. Сондықтан шатаспайық ағайын, бірінші кезекте арызымызды облыс әкіміне апармайды, барғызбайды деген нәрсе болмайды. Өйткені қабылданады. Сондықтан құрметті ағайын, бұл жердегі жаңа айтқан табыстан 2008 жылдан басталды деп айтып жатсыздар ғой. Бұл 2024 жылдан басталды. Оған дейін бұл мәселе айтылған жоқ. Оған дейін ортақ меншікте бәріңіз пайдаланып келдіңіздер бұл жерді. Енді кеше 24 жылдан жердің мерзімі ұзарып кеткеннен кейін барып бұл әңгіме шықты. Сонда қариялар өтірік айтты ма? Өтірік айтып тұрған жоқпын бұл жерде. Қариялар барды. Қариялар сол кезде барды. Бізге бұл ақпараттың өзі барлық көтеріп көрген кезде де сіздердің арыз талаптарыңыз, тілектеріңіздің барлығы 2024 жылдан басталды. Сол себептен бастап көрдік. Жоқ, енді дұрыс. Айтып жатқаным сол. Қазір бүгін адвокат қатыстырып отырсыздар. Бүгін жас інілеріміз қатысып отыр. Жаңа айтып жатырмыз ғой. Бұл өткен жыл сіздер барғанда да айтып жатырмын. Міндетті түрде бұл сот арқылы шешілетін дүние ғой еді. Сот арқылы шешіледі бұл. Сондықтан барлықтарыңыз бірлесіп, ақылдасып, пікірлесіп, адвокатпен жақсылап сотқа талап арыз тастасаңыздар, содан кейін барып бұл қаралады. Сонда бізде жергілікті атқарушы органда осы бағытқа біз көрейік, бізде қолымыздан келгенше дұрыс бағытта қарайық, бірлесіп аталған жерді. Сондықтан барлығыңызды, құрметті ағайын, бұны сабырға шақырамыз. Бұлай айқайласып, басқа жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, былтыр қариялар барған кезде де осы талап арызды айтқанбыз. Бірақ талап арызға келген кезде елге келгеннен кейін біреулеріңіздің құдаларыңыз болады, біреулеріңіздің ағайын болып шығасыздар, бәріңіз бір ауылда тұратын болып шығасыздар да арт жағы шамалы келісімге келіңкіреп қалып жатады. Міне енді адвокатты қазір алыпсыздар, осы талап арызға жұмыс жасасаңыздар, бұл дүние сот бір жағына шығарып береді деп мен ойлаймын. Тағы да мынау қазір әкімшіліктің орынбасары, ауыл шаруашылығы аудан әкімінің орынбасары. Бұл жерде президенттің жолдауына бүгінгі Жаңақорғанға дейін әлі қанша рет жолдап, әлеуметтік желіден, телеарналардан жолдаса да кемегенін айтып отырды. Бұл бір адамға қаншама гектар жерлер кетіп жатыр, тепе-теңдікті сақта деп. Жолдауында 2 рет пе қайталады, қателеспесем. Бірақ бұл жерде халыққа сап қойып отырды. Сен юрист жалдайсың, өйткені халықтың бүгінгі күні жеріне егемай қол жеткізе алмай отқан халықтың бүгінгі күні қаншалықты қаржысы бар екен бір Құдай біледі. Бұл адвокат жалдай ала ма, жалдай алмай ма? Сендер жалдай алмасаңдар, нұр үстіне нұр, күлшелі бала арман қарап бизнесін дөңгелете береді. Қара халық тағы да осы айқаймен қала берейін деп тұр. Неге сіздер өзі ауыл шаруашылық бөлімі және мынау земельный юрист бар, халық өз шулап жатыр екен. Сол кезде сіздер не үшін отырсыздар? Ол жерде бастарыңыздан күн өтпесін, астарыңыздан сіз өтпесін деп сап берді ме сол мекемен? Біз бірге арнайы атқарушы органдарға, уәкілетті органдарға, бізде жер қатынастар инспекциясы бар облыста. Соған арнайы тиісті хаттарымызды жіберіп отырмыз. Зерделеу жұмыстары басталып кеткен. Енді басталып кеткен дүниенің аяғына жетуге шақ қалған уақыт. Бұл туралы жұмыс жүріп жатыр ма? Жұмыс жүріп жатыр. Бұл туралы жұмыс жүріп жатыр дейді. Хабардарсыздар ма? Инспекцияға кеше сіздердің талап арыздарыңызға байланысты ұсынылды инспекцияда. Кеше жүріп жатыр десеңіз. Кеше басталды ма? Кеше барғаннан кейін, талап арыз келгеннен кейін, біздің акиматқа арыз түскеннен кейін, арызға байланысты біз именно жолдаймыз ғой енді инспекцияға. Бұны ауыл әкімі, бола ма? Тұрасқа кешірім сұраймыз деп. Ауыл әкімі бұны 2024 жылы сәуірде болса, ақпанда бұл туралы жер даудамай халық талап етіп жатыр деп аудан әкіміне ұсынған екен. Сол туралы бір айта кетіңізші, қай кезде ұсындыңыз, қандай хат ұсындыңыз?
2024 жылы апрель айында 2009-да берілген жаңа кооператив ашылғанда берген ғой, сол 15 жылы 2024-те бітеді. 24-тің апрель айында бітпес бұрын біз бір ай бұрын қоғамдастың хаттамасын жасап, осы жерде қайтадан өздерінің жаңа халыққа берілсін деп хаттама толтырып, онымыз аудан әкіміне хатпен жолдаған. Бір ай бұрын сұрағына жетпей. Сосын мен бұл ақсақалдарды тағы да қоғамдастың мүшелерін аудан әкімінің жеке қабылдауына кіргізіп, осы мәселені айтып шықтық. Бұны жаңа қауымдастық бар ғой, жаңа сіздердің кооператив. Осы мүшелері бұл неге сотқа бару керек? Сол мүшелер қарсы болса кооперативтің басшысын да ауыстыра аласыздар. Кооперативпен қауымдастықты шатастырмаңыз. Қауымдастық деген жергілікті қауымдастық ауданда, ауылдық қоғамдық жанында қоғамдық кеңесі, ауылдық деңгейдегі қауымдастық жиын. Кооперативтің ішінде мүшелері неге? Ол түсінеді жоқ қой ол. Кооперативтен шаруашылық болып кеткен ғой құжат. Кооперативтегі 3 адам арыз жазып жатыр, олар білмейді. Ол алдында кооператив 2013-те болған кезде де жиналыс жасалмаған. Барып үйлерін жағалап, өтінішін айтып, ағайын болғаннан кейін ертең жерлеріңді аласыңдар деп, сөйтіп сорада қол қойып печаттарын бастырып алған. Ол кооперативтің ішінде 4-еу өзінің ағайындары. Соның ішінде 3-еу, общий 7 ма 8 ба адам ғой, мен қателеспесем, соның 3-еуі қазір арыз жазып тұр, сенің хат бәрін адвокатқа беріп қойған. Бұл жерде сонда өзіңнің тиесілі жеріңмен бөлініп шығам десең, сені зорлап ұстап отыр ма? Жоқ бұл жерден қойып, арасың архивте ештеңе жоқ, архивте жоқ деп жібереді. Жаңғырғанның архив өртеніп кеткен бірақ, Кооперативтен сен шаруа қожалық өтіп кеткен ғой жер. Кооперативтің емес, қазір шаруа қожалықтың еншілігінде бұл жер. ал сіздің жаңағы жазған, сіздің жаңағы жіберген хатыңызға аудан әкімшілігі қарамай, қайттан жалғастырып жіберді ма? Созылып кетті. Мынаны қарап тұрыңыздар енді, мына ауыл әкімі айтып тұр, аудан әкіміне халық даудамай болып жатыр, мына жер осындай туындап жатыр, созбауын сұрайын деп хат ұсынған 2024 жылы ақпан айында қателеспесек, өйткені сәуір айында ол сұрағы бітеді екен. Бірақ аудан әкімі мән бермегенде халықты қоя берші деген сыңай танытқан болу керек та. Тәке біраз нәрсе білетін сияқты ғой. Өзіңіз таныстыра кетесіз бе? Саламатсыздар ағайындар, ауылдастар. Бұл енді 95 жылдан басталған ғой, өздеріңіз бәріңіз білесіздер. Зидалиев Талғат Бимағанбетұлы, Жаңақорған ауданының ауыл шаруашылығы жер қатынастар бөлім басшысы боламын. Осы ауылда 8 жыл әкім болдым. Осы халықпен бірге жұмыс жасадым уақытысында. Енді жаңа хат жөнінде айтып жатыр, 2024 жылы болған оқиға туралы айтып жатыр, аудан әкімдігінде болған созылғандық туралы айтып жатыр. Бұл жерде жер кодекс деген бар. Жер кодекс деген мәселе ол ең үлкен құқықтық акті, мемлекеттік. Заңнан да үлкен, ережеден де үлкен, жалпы ең биік тұратын кодекс. Кодекстің 37-ші бабында жазылған өтеулі жер пайдалану құқығы мерзім біткенге дейін 3 ай мерзімде сол шаруашылық өз жерін игеріп отырса, өтініш түсірсе, ол артықшылығымен арман қарай созылады деген. Созылады артықшылығымен. Мен кодексті орындадым. Бұл кісілерге де уәде бердім алдында. Мен бірақ кодекстен асып кете алмадым. Мен шын халықтың алдында айтайын. Мен кодекстен ассам, мен уже қайқа баратын белгісіз еді. Енді мен былтыр келдім осы жерге. Сөйтіп, ана Қайсар қайда? Қайсар тұра ғой болдың ба? Папасы да бар, бәрі бар. Сен биыл медиация деген бар бізде. Сотқа дейінгі келісім. Сол келісім бойынша Қайсарға айттым. 200 гектарды қайтесің. 50 гектарды. Мен болса да кодексті оқып жек көрінішті, кодексті орындайын деп жек көрінішті болдым. Енді медиацияға келейік, халыққа ол ғой 50 гектарды 5 бөліп асып бөлінге жетеді осы жерде. Сөйтсем көнбеді, бір тұрып өзі. Енді кеше бұған айттым, мына досқанда куә. Сен 100 гектарыңды берші биылға. Ең болмаса 2 адам бір атысқа түссін бар, 2 семья бар. Сосын 100 гектарыңды ала ғой дедім арман қарай. Мына халыққа бер, шынында да обал. Бұл негізінде бұл жер. Әу баста мына бәкең өте дұрыс айтады. Бұл Краснодардан бөлінген кезде өз 5 шаруашылық болған. Дихан, сосын жаңағы жайылма, ол 5 шаруашылыққа Краснодардан берілген, действительно суармалы жер тұқым. Үлеске берілген. Содан кейін
бараттағы ояқты ешкім игермейді. Басында себілген жоңышқаны біз алып алдық. Красноярдан кейін одан кейін шамалы ояқты ешкім игермей тастап кетті. Бәрі тауға қарай босақталып кетті. Шаруашылықтың барлығы ояқ қалды. Сол екі ортада ол мен де білмеймін. Мен де бірақ 2005-те келдім басыман болып. Ол босалқы жерге шығып кетеді. Мен де жас болдым ба ол кезде 2005 жылдары. Босалқы жерге шыққан мен де білмейді екенмін шынымды айтсам. Сол екі ортада 2009 жылы шынында да Шымкенттен инвесторлар келіп, мен басыман болып жұмыс істеймін сол кезде ауылда. Шымкенттен инвесторлар келіп, облыс әкімінің қуандықтың қолдауымен осы жерде 200 гектар жер біртіндеп тамшылап суарылып қызанақ егумен игерілетін болды. 100 адам көзбен қамтылатын болды. Дәл солай ғой, бәке. Иә. Сонымен біз оған кооператив ашпасақ болмайды дегеннен кейін ауылдың жалпы жиналысын жасап, Қалдыбаев бар сәнде, ол кездегі әкім, сол кездегі бөлші әкіміміз. Жиналыс жасап, ауылдың келісімен кооператив ашатын болдық, оның атын табысын 0,9 қоятын болдық. Сөйтіп бірден сол жерде біз ойбай экран көркем айтпақшы, біз оны ары қарай жеткізіп жүргізе алмаймыз. Мына Мұхтар жүргізеді ғой деп, сонда Мұхтарды сайлап жібердік 2009 жылы. Сөйтіп кооперативтер құрылды, Мұхтар да сайланды, жарғысы бекітілді. И сол жерде табыс 0,9 кооперативіне жаңағы 200 гектар жер резервтің есебінен беріп кетеді ғой. Ана 200 гектар жер уже мемлекет тарапынан қайтадан бізге келіп тұр. Резервтің босалқы жерден келіп тұр енді. Енді бараттағының 2013 жылы кооператив болмады ғой. Ақша келмеді, инвестор жоқ болды. 2013 жылы бараттағын мен оны да білмейді екен. Мен енді көзім ашылған шынымды айтсам. Ана кооперативтен сенім хатпен неге сенім шаруа қожалығына өткізіп жіберген. Дәл осы жерін томпақтау сияқты тағы да. Томпақтау сияқты. Иә. Енді мен бұл кісілерге жастарға да жинап ақсақалдарға да айтып жатырмын. Сотқа берейікші. Талап арыз жазды. Талап арыз деген бөлек, арыз деген бөлек. Түсініп алайықшы. Арыз деген жаңағы жергілікті атқарушы органға жазылады. Талап арыз деген тек сотқа жазылады. Сол талап арыз жазайық, адвокат жалдайық, давайте алайық деп жүрмін. Бірақ әлі күнге талап арыз жазылған жоқ. Мен маған халық бірдей, халық мен осы халықпен адам болдым мен. Осы халықпен өмір сүрдім. Осылар шай іштім, ұшып осы ауылда. Сондықтан маған бәрі қайсыға әлі де 100 гектарында мемлекетке қайтар деп отырмын қазір. Мына халыққа қазір бөліп берейік деп. Иә, бірден болады ол кезде. Сөйтсем мына төлеп айтады кезде. Естіп ал 200 гектар бірден айтады. Ол кезде ол сот процесі тыңдады. Мен сен тыңдадым ғой. Иә, сот процесі ұзақтау жүреді ол. 2 ай жүру мүмкін, 3 ай жүру мүмкін, оны білмеймін. Ал бірақ мына 100 гектар қайтарса қазір мемлекетке, ол шамалы жылдамырақ болады. Осы екі әдісі бар қазір. Жылдам болғанмен де халыққа жетпейді ғой ауылға. Жоқ, әзірге. 200 гектар аламыз ба? Онда ол кезде жаңағы сол процеспен ұзақтау кетеді. Мына адвокат отыр ғой мырза. Мен түсіндіре алдым ба? Иә, мен туған жерім болғасын шынды тауысып отырмын қазір. Иә, мен заң емеспін, мен кодекс емеспін. Мен кодекс тұрмындайым бірінші. Иә, ең соңына дейін барсақ барайық, бірақ сотпен барамыз. Міне, адвокатпен бірге барамыз. Мен шынымды айтып тұрмын, мен ешқайсыға бөтен емеспін. Бәрі біреуің ағам, біреуің інімін. Иә, менің беретін жайым бар жоқ ішімде. Шынымды айтайын мен. Мына қайсада тұр, 100 гектар таста деп тұрмын. Міне, барлықтарыңыз көріп отырсыздар. Бересің ба? Келіңіз, нараға. Тұр нараға. Айттым, шыңдап жүрмін. Мен кодексті орындап нағып кеттім. Кодекстен аса алмадым. Кел. Кесе Қайсар. Иә. Шынымен ол. Biraz айтайын мен. Қайсар. Мынау. Жақсы отырмыз. Не дейсің? Біз сіздер тыңдадық қой жаңа. Соңғы сөзді айтайын. Иә, кесе бер. Бәрі мені тыңдамайды. Иә. Мен соңғы сөзімді айтайын. Сотқа берсін. Сотқа беріп, сотпен алсын да. Болды. Заңмен істелсін барлық нәрсе. Давай, бірігеміз. Давай, әкел. Бәріне. Бер, микрофонды берші. Кодексті орындадым дедім. Иә. Сол халықтың Микрофон берші балам. халықта 200 гектарды әперген кезде кодексті орындамай сіз сотқа беретін бе? Иә. Дәл солай болады. Қалай соттайды ол? Дәл солай болады. Ол халықтың жері. Дәл солай болады. Қайсардың енді мақсаты 200 гектарды қайтарсында? Иә. Мен онда саған теңге жер берейін. тұрған жерді көгертіп алсын. Аспанға барсып қойды.
берсін да халыққа. Болды, тоқтама келдік қой. Жоқ, тұра тұрыңыз. Нені? Заңды бәрін қайтарды ғой. Өзін кемелген ақпасын. Сосын сіз келтірін деп отырсың. 18 гектар ма сондай ақ? 18 гектар өзіне тиемелі. Қайсар саған өзіне тиемелі қанша еді өзі о баста? 17 ме? Бәрі. Сол жоңышқадан мысалы көп 500 жыл болды қой. Қайсар сен әлі де берсін. Планировкада Қайсардың 7 гектар 200 сотық жиған жерің бар. Законный. Бірінші 7 гектар. Картада ол өзің аласың 7 гектарыңды. Қалған жеріңді мына бір елге бөліп бер. 7 гектар аласың. Басында картасыз қойған жеріңді. Ол тұр законный Қайсардың атында. Ол сенің жерің тиісті. Қалған жер елдің жері болды. Қалғанда жаңа 100 гектар деп атсыз ғой. Сонда қалған 100 гектарды бір адам басқарады да, қалған сонда 1000 қалып 100 гектар 100 гектар ала ма сонда? Ол пока деп. Ол әділеттік емес қой. Пока медиация дейді оны. Келісім да? Келісім емес, ол оның мысалы ауылының Медиация ол, медиация дейді. өзіңіз Жақсы, 200-ге бар, 200. қалған жаңа ауылдың мына бетінде де жері бар. Мына бетінде сонда игере берсін да. Ата бабамыз дайындап кеткен жерді берсін да, болды ғой. Жоқ. Бізде Жаңа адвокаттар мақұлдап отыр, ол талап арызбен жұмыс жасайық. бізде кодекспен жұмыс жасалады. Мынау мәмілеге екі тарап келе алмады, екі талап. Сот арқылы. Ағайындар Шойбек тағы да мынау екінші вопросты қосып кетсін бұраға да. Мынау Құдағаза біз мынау алды өткен шалдарымыз ғой, мына ауылдың. Сен ертең шал болсын талған. Мысалы ауылдың өсуі деген болады. Ұрпағы өсіп жатыр, ұл өсіп, қыз өсіп бар, ауылдың көркі деген болады. Ауылға келсең, ауылға қарап таны дейді, ауылға қарап. Мысалы өзім 60-ға келдім қазір. Мен туған кездегі ауыл, сол ауыл талған. Сен әкім болсаң да, мен әкім болсаң да. Енді мәселе мынау, осы қосып кетіңіздер ағайындар. Жер ол белгілі болды. Ауылдан кіребеш жер оң бетті көрді өзі келатқанда жоңыш халықты. Ауылдан квартал 3 метр деген соның жері. Неге ауылға беріп, соны жайылман кіресіне ауыл жалпы отыр, тал егіп, балдардың бір өсіп өріктейтін жерін қылсақ, неге болмасқа? Оран оқ жаңа төра қоршап алған, сонда кетеді бір өңгітті жері бар. Сөйткенде орда жоғышқа егет, жылда сатады оны. Ауыл сонаға қалын егіп, шамалы развиті керек қой ауылға да. Неге ол мүмкін емес? Жоқ, керек емес. Біздің халықтың талабы жаңа 200 гектар сотпен деп отыр ғой енді бұл жаңа кесетін жерін кесіп ал деп айтып отыр екен ғой енді уверенно. Ол значит біреуге сеніп тұр. Бірақ бізде қарап қалмаймыз. Біз мыңбыз. Біз бір адам емеспіз. Мыңбыз. Біз бұдан да жоғарыларына шығып отыр. Бәріне шығып отыр. Полный аудан әкімі де бәрі бізге жауап берсін. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бәрін білмей қалдым. Жасықпен істеп қойдым деп. Жоқ, мен ана соның негізі ауысқан кезін білмей қалдым. Енді сол жоқ, енді сол қателіктерді қазір нақты түземейсіз сол қателіктерді. Сол қателіктерді енді тағатасыз ауылда туып өстіңіз. Сол қателіктермен бір ауылдың батасын алып, ауылға сол 200 гектар жер берсеңші болды ғой. Бүкіл совхозды асырап отқан жер қалай бүкіл не қалады? Сотпен шешіледі мұны. Адвокатыңыз мойындап тұр ғой. Оның сеніп тұрған артында сіз ол факт қой ғой, ол факт қой. Сотқа береміз ғой, болды ғой. Сотқа береміз. Сот бойынша, кодекс бойынша неше түрлі нелер бар. Жаңағыдай сыбайлас жемқорлық болған ба, ол кемшіліктер болған, заңсыз болған, сол жерлердің соның бәрін тексереді. Біз белгілі орындарға беріп қойдық уже. Бізде қазір 6 адвокат жұмыс жасап жатыр. Бәрінің ақшасы төленген. Біз ары қарай, если бұл мәселеде шешілмесе, ары қарай республикаға да полный бәрін дайындап қойғанбыз, материалдың бәрін, ары қарай кете береміз. Дальше бұл мемлекетке қайтарып, халыққа не қылмай, біз уже тоқтамаймыз. Жақсы. Қан кетеді, бел кетеді, жан кетеді. Ана сот процесін жасап та болды. Сот процесін
біздің бірінші ұялатын адамымыз осы пәкен Иә, сол процесті жасайық, болды ғой. халықпен бірге Да, енді мен бірін айтайын, ендігі сотқа дейді ғой, сот мүмкін 6 ай болуы мүмкін, мүмкін 1 жылға созылуы мүмкін да. Енді негіз айтып жатырмын, ертең созылуы. Бірақ енді ертең бірінші орын Құдай қаласа оралайын деп тұр. Енді ол біреуіз ғана орындау керек қой. Осы жерден сіз тоқтатуыңыз керек. Сол жерде шөп шіріп кетсе де алмасын ол. Болмаса сол жердегі осы жерде отырған халық алсын бәрін. Соттан кейін одан кейін шешіледі. Соған бір нүктесін қойып беріңіз. Бірақ ол біреуіз алмайды. Жол жауып тастаған шөпті алып шығамайды. Соған келіп бір сөз тоқтамға келейік. Осы жерде халық полный алсын. Осы ертең бірінші орыннан бастап сот болсын болмасын. 6 ай 1 жыл деп созып жатсыздар ғой. Жоқ, мен сөз өткен жоқпын. Ондай нәрседен біз шаршағанбыз шынын айтса ше. Оны мен сөз өткен жоқпын. Ол солай болуы мүмкін деп жатырмын. 13 жерінде гектарым бар. Солай болуы мүмкін. Ол бере алмайды ғой. Өйткені ауылдың халқын шығарып, 5-6 ауыл тіркеп алып, жауырған адамдарға адвокат тұр ғой, олар сотпен жұмыс істейміз. Жоқ, сотпен де істейміз, былай да істейміз, доказа кетеміз. Адвокат Басқа біреулер шөп жеп жатады, біз не жеп жатамыз, боқ жеп жатамыз ба? Ассалаумағалейкум, құрметті жайма халқы. Бүгін үлкен дау-дамай отыр 200 гектар жер бойынша. Мен Түркістан облысының заңгерлер палатасының заңгері Байжан Жасхан Қойшыбайұлы, бізден адвокат кеңсеге келген осы азамат қазіргі таңда келісіммен осы құқықтарыңызды қорғау бойынша келіп отыр. Әлекеңді келіп барлығын жақсы түсіндіріп айтып жатсыз. Тек заң шеңберінде деп отыр, заң шеңберінде жұмыс жасаймыз. Бұл жерде үлкен кемшіліктер бар, біз оны көріп отырмыз, аршағында дайындап қойдық қазір. Осы бүгінгі нені талқылап көрейік, сөйлесіп, не айтылады, сол мәселе бойынша қазір келіп мен ары жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жердегі мәселе су арендаға беріп отыр, ақша талып отыр, бөлек сол жер мәселесінде. Оның бәрі заңсыз, оның бәрі кейін анықтап, құзырлы органдарға ақ-қарасын шешуге береміз. Барлығын сатылап, барлық құзырлы органдарға аршағында берілетін болады. Ең соңғы инстанция сот болатын болса, сотта сататын боламыз. Сол рахмет, сол айтамын. Қазіргі ауданның ауыл шаруашылығы жер комитетінің сол несіне қойсам. 1908 жылы Болатбек Қуановтан шешім келген. Айтылды. Соны тығып отыр, тығып отыр. Бермейді соны. Сол 09-ға қолдан құрған өздері қолдан құрған. Жазып алды. Сөйтіп анаған аударуға оңай. Талғат аға кеңесші. Талғат аға кеңес, Бақтияр аға бар. Бәрі фото, видео түсіріп жатыр ғой. Халықтың көзінше екі тарапқа да жұмыс істейміз деп уәде беріңіздер. Бәріміз шалбар киіп жүр. Ертең ар алдында да, Құдай алдында да жауап бересіздер. Бұл үшін ше. Сол үшін халықтың алдында уәде беріңіздер. Bir тарапқа ғана жұмыс істемейсіздер. Кәм екі тарапқа да жұмыс істейсіздер. Заң аясында. Біз айналайын бұны ағайын отыр ғой барша. Енді мемлекеттің функциясы берілген уәкілетті осы жерде тұлға болғаннан кейін, лауазымды адам болғаннан кейін сіздерге біздің бірінші кезекте мемлекеттің мүддесі қорғалу керек, заңды сақтауымыз керек. Мемлекеттің бірден-бір байлығы халық. Сондықтан біз халық үшін қызмет жасаймыз. Бір ауыз сөз отыр. Ертең Құдай қаласа бірінші орын шөп шықса, шынымен шөпті ренжіс болмасын. Полный осы халыққа берсін. Жоқ, шынымен қолдайсыздар ма? Шөпті алып шықпасын. Ол жерде шықпасын. Шыны керек, Әлібек аға, сырттың да адамдары бар ол жерде. Біздің көзіміз алдында жаңа орынға шөп тасығанымыз қаламаймыз. Шөп әшейсімен өтінеді болмаса. Сөзіне шыны керек. Айтылды, ауызбіршілік болсын, ағайындар, бәрі мәселенің бәрі түсінікті болды. Юрист жігіттер, енді бата беріп беріңіз мәке енді. Жақсы немен біле берсін. Салаға жауап берсін, айтсындар. Екі жаққа да тарапқа жұмыс істейміз, уәде берсін ана кісі. Халық үшін істейді ғой. Халық үшін. Неге екі? Әрине, біз өз тарапымыздан Жаңақорған аудан әкімдігіне өзі сұраныс келеді, соттан пікір беріңдер деп. Сол кезде біз ортасынан кәдімгі әділ бағада пікір беретін боламыз. Заң аясында. Мәке аумин беріңіз. Барлығы айтылды, барлығы талқыланды, айтпай нәрсе жоқ. Аумин.
Allah'ım kollasın, ervaklar kollasın, yamançılık olmasın, bak karasın, kıdırlarsın, ketpes devlet kek teyil versin. Otbaslarının amandığın versin, avuzluğun versin. Seviyelerinin baktın versin. Amin. Осы avuzlukpен Allah Teala kabul etip, осы айтқан nelerin kabulana versin. Al жақсы.